Hurmatli do'stlar, biz Qozog'istonning Olmaota shahrida joylashgan UNESCOning madaniyatlarni birlashtiruv markazidamiz va yonida turgan suluv ayol O'lja Sulaymonovning yordamchisi Saltanat Ashimova bo'ladilar. Ya'ni UNESCOning madaniyatlarni birlashtiruv markazi direktor o'rinbosari. Va biz Jadid gazetasining 1 yillik yilnomasi, 1 yillik eng sara maqolalarini to'plagan kitobni ustozimiz O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo nomlaridan mana shu markazga topshiramiz. Rahmet, ko'p. Jadid gazetasining birinchi sonlari jamlangan sonlari bor va eng asosiysi O'lja Sulaymonovning eng mashhur asari Aziyaning O'zbekistonda chop etilgan, Baxtiyor Isabek tarjimasida chop etilgan kitobi. Buni ham mana shu markazga topshiramiz. Ko'p rahmet. O'lja Sulaymonovga topshirib qo'yasiz bizning nomimizdan. Ko'p rahmet Shahriyor Mirza. Әрине сіздің басшыңыз Иқбал Мырзаға да көп-көп рахметімізді айтамыз. Олжас Омарұлының атынан көп-көп сәлем айтыңыз, дұғай-дұғай сәлемімізді айтыңыз. Кеше ғана өткен іс-шара осы Азия кітабының 50 жылдығына арналады. Себебі кітап 1975 жылы сонау Кеңес одағы кезінде шығарылған кітап. Міне жарты ғасыр өтіп отыр екен. Кеше ғана Олжас Омарұлы өзі іс-шарада болды. Бүгінгі мынау беріп жатқан сыйларыңызға, сонау Өзбекстаннан Ташкенттен әкеліп көп-көп рахмет айтамыз. Әрине Олжас Омарұлының өзіне мен табыстауға сіздерге сөз беремін. Уәде беремін. Көп рахмет. Unday bo'lsa, biz mana shu markazni музей bilan tanishtiring. Кішкене сіздерге осы біздің Ұлы Жібек жолындағы мәдениет пен дін деген экспозициямызды қысқаша таныстырып өтейін. Demak, biz mana shu markazning muzey qismidamiz. Bu yerda Buyuk Ipak yo'lini aynan Qozog'iston hududidan o'tgan shaharlardan olingan qadimiy topilmalar joy olgan. Mana shu topilmalar haqida hozir bizga Saltanat opa ma'lumot beradilar. Marhamat. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Біз әрине біздің орталығымыз әрқашан қонақтарды қабылдауға біз әзірміз. Енді мен қысқаша айтып өтейін. Біздің жаңа алдында айтып өткенімдей, бұл экспозициялық залымыздың аты Ұлы Жібек жолындағы мәдениет пен дін деп аталады. Өздеріңіз тұрған осы бірінші залымызда Ұлы Жібек жолында орталасқан біздің ежелгі қалаларымыз, қалашықтарымыз. Атап өтетін болсам көрсетіп, бұл Талғар қалашығы, бұрынғы аты Талхиз. Бұл қалашықты зерттеген археолог, тарихшы, академик Карл Молдахметұлы Байпақов. Бұл осы қаланы археологиялық қазба жұмыстары кезінде зерттегенде, қазба жұмыстарын жүргізгенде заттар, жәдігерлер тауып алған. Бұл жәдігерлердің барлығы түпнұсқа жәдігерлер. Оның ішінде ең нағыз назар аударатын бұл шахмат тастары. Сол кезде де шахмат ойналған деген сияқты негіз бола алады. Одан кейін мынау айналар, әрине бетінде айналары сынған, жоғалған, бірақ асты бұл қола, бронза. Және бірнеше заттар, оның ішінде бұл заморфный дейміз, жаңағы аң басты, қақпағы аңның бейнесінде жасалған, ұстағыштары аң бейнесінде жасалған, заморфный, жаңағы түтікшалары аң бейнесінде жасалған бірнеше заттар табылған. Енді бұл Талғар шаһарынан тапылған нәрселерді, тоғырмы? Талғар шаһарынан табылған заттар ғасырына келетін болса, жаңағы 13-ші, 14, 15-ші ғасырға дейінгі деп даталанған ол заттардың табылған қай ғасырға жататыны. Demek bizde Timuriylar davri, tugash davrlarida aynan qo'la davr, qo'la, iya. Бұл Талғар қаласы алмау-салым, осы өзіміз тұрған Алматы қаласынан өте алыста емес, 25-30 шақырым болады. Қазіргі орында кәдімгі современный Талғар қаласы орналасқан. Енді бұл екінші біздің Қазақстанға, Орта Азияға танымал болған қалашығымыз, бұл Тараз қаласы. Қазірде қалада орны бар Тараз қаласының, және бұл Тараз қаласында орналасқан, маңында орналасқан Айша бибі, Бабаджа хатун, әулиелеріміздің, біздің тарихи тұлғаларымыздың мынандай мазарлары орналасқан, және де сол жерден табылған әртүрлі артефакт жәдігерлеріміз осы жерде қойылған. Бірден бір айта кететінім, бізге қойылған жәдігерлердің барлығы түпнұсқа. Басқа музейлерде көшірмелері қойылады, түпнұсқалары олардың қорларында сақталса, бізде енді кішігірім болғаннан кейін нақты жәдігерлердің түпнұсқасын қоюға тырыстық. Demek asıl nusxalar aynan mana shu muzeydan joy olgan. Taroz shahri haqida ham Amir Temur
o'zini temur tuzuklari asarlarida bir necha bor tilga oladi. Бұл залда сіздер ежелгі діндердің ежелгі үлгілерін көре аласыздар. Ол жерде бұл зороастризм, манихеизм, тенгрианство, сонымен қатар біздің осы Алматы облысы маңындағы Иланбалық қаласынан табылған мынау несториандық дін өкілдерінің заттары. Соның ішінде мынау несториандық тас, бұл қайтыс болған адамның басына, қабірінің басына қойылады. Бұның неге несториандық тас екенін ғалымдар әлі анықталған жоқ, бірақ жартылай анықтаудың себебінше бұл жерде жаңағы несториандық крест бар. Бұның осының жаңа жасалған үлгісіне қарап, бұл несториандық дін үлгісінің белгі тас сол анықтаған. Демек, исімлері жоқ, Hozir исімлері өшіп кеткенmi? Исімдері де жоқ, бұл жерде бірнеше бір белгілер бар, бірақ бұл әлі неразгаданный тайна, құпиясы ашылмаған. Бірақ несториандық қабір басына қойылады. Жаңа айтып кеткен Иланбалық қалашығы зерттеу кезінде табылған несториандық тас болса, сонымен қатар біздің алғашқы осы орталығымыз ашылғандағы директоры болған орталығымыздың академик, археолог, тарихшы Карл Молдахметович Байпақов. Ол кісі енді марқұм болды, қайтыс болды. Бірақ сол кісінің соңғы зерттеулерінде осы Иланбалық қалашығында раскопка жаңағы археологиялық қазба жұмыстары кезінде бір қазынаға кез болды. Оны ашып қарағанда ода тек қана әйел адамдардың осындай әшекей салқыншақ тағатын бұйымдар екен. Ол осы біздің мынау күміс моншақтар, мынандай білезіктер, пілге тағат бәрі күміс екен. Сонымен қатар мынау агат тастар барлығы бұлардың драгоценный, қымбат бағалы тастар. Соның ішінде мынау карал тастары. Онан кейін жаңа ар жақта тұрған тағы да несториандық кресті бар. Бір жалпақ тас, бірнеше мынандай жаңағы монеталар табылған. Қоша аушылық құраластақалары. Бұл мынау қару-жарақ ретінде мынау садақтың жебесі, мынау қылыштың қыны, қылышты. Енді бұлар o'sha davrga taalluqli haqiqiylari qo'yilgan originallar. Бұлар оригинал емес. Бұна екі табақ. Оригинал. Мына екі тас, бұл қару ретінде жаңағы жаудан қорғану үшін, қайтып де жау келе жатқанда қорғану үшін тастардан, осындай дөңгелек тастарды арнайы тауып алған, қашап жасаған құрал. Мына екі қылыш, садақ, мына қобыз, олар кейінгі реплика, оригинал емес. Endi menda hozir tasavvur paydo bo'ldiki, demak bu yerda O'lja Sulaymon nima uchun rahbar, nima uchun rais? Chunki O'lja Sulaymon o'zi atoqli geolog, yozuvchi, shoir bo'lishdan tashqari, olim bo'lishdan tashqari atoqli geolog bo'lganligi uchun Qozog'iston tabiatini, umuman butun dunyo tabiatini yaxshi bilganligi uchun qazilmalarni aynan qayerdan topish mumkin, qayerga qo'yish mumkin, qanday joylashtirish mumkin? Aynan O'lja Sulaymon geologligi. Жалпы енді біздің мәдениеттерді жақындастыру, ол мәдениет дегенде ол біздің тарихымыз, ол біздің өнеріміз, ол біздің басқа да жаңағы бәрі жиналып келгенде ол бір мәдениет деген сөзге саяды ғой. Сол үшін де жаңағы біз тарихты да көрсетеміз, біз өткен жаңағы археологиямызды да көрсете аламыз. Өзің айтпақшы жаңағы тастар болса да ол жаңағы минералды геология деген сияқты. Олжас Омаровтың алғашқы мамандығы енді геолог қой. Өздеріңіз білесіздер, Әл-Фараби атындағы, ол кездегі Киров атындағы қазақ мемлекеттік жаңа университеті, қазір қазақ ұлттық университеті ғой. Hozir mana bu yerda qanaqadir bir ramziy otlarni ko'rib turibmiz. Demak, bu Buyuk Ipak yo'lida foydalanilgan otlarmi? Бізде ертедегі бұл транспорттың түрлері. Ертеде транспорт жоқ болған кезде, техника жоқ болған кезде олар бір жерден бір жерге қалай барды? Жаяу баратын жерге жаяу барды, жаяу бармайтын жерге осындай аттарды пайдаланды. Соның ішінде біздің осы орталығымызда көптеген этнографтар, археологтар, тарихшылар, жаңағы филологтар, әдебиеттанушылар әртүрлі саланың адамдары қызмет етеді. Соның ішіндегі біздің бір қызметкеріміз, жетекші ғылыми қызметкеріміз Виктор Александрович Новоженов. Ол кісі атақты осы ежелгі транспорт түрлерін зерттеуші және де петроглиф танушы.
ол кісінің көп еңбектері бар, өздеріңіз іздесеңіздер табасыздар. Сонда жаңағы ол кісілер осы қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде именно өзінің жаңа тақырып бойынша транспорт түрлерін зерттеу тақырыбы бойынша қазба жұмыстарын жүргізгенде осындай екі ат жегілген, параконный колесница дейміз, екі ат жегілген мынандай арба табылған. Бұл арбаның мынау 30 есе кішірейтілген арнайы экспозицияға арналған түрі болса, сіздер сырттан бұның натуральный өзінің жаңа табиғи қандайлықты үлкен болғанын көре аласыздар. Қазір музейдің сыртына шыққанда, орталықтың сыртына шыққанда сіздерге көрсете аламын соны. Demak, kelishda ko'rganimiz Chingiz Aytmatov bilan Xo'ja Sulaymonni rasmlarining жанында тұрған сол demak ularning umumiy shakli qanchalik bo'lganligini aynan o'sha haykallar orqali ko'ramiz. Va mana bu qozon бұл қазанды өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Біздің эрамызға дейін 5-ші қазандағы қазан. Milatdan avvalgi 5-asrga oid. Осы ата-бабаларымыздан қалған қазан да мұра ретінде біздің осы орталығымызда. Bu endi tangirchilik davriga taalluqlimi shunda? Бұл енді тәңіршілік кезінде де десек те болады. Әйтпесе адам ауқатсыз қалай жүреді? Астына от жағып, былай 3 бұты бар, 3 аяғы бар. Әр жерге көшіп жүргенде, көшпенді кезінде қояды, астына отты жағады, тамақты пісіреді, жейді деген сияқты. Керемет нәрсе. Енді мына өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл ерте темір дәуірінің қоладан жасалған заттары. Бұл жерде де еңбек құралдары десек те болады. Еңбекке арналған, сонымен қатар өзін-өзі қорғану үшін де, әйтпесе басқа да тұрмыстық пайдалану үшін де заттар. Бұл да жаңағы археологиялық қазбалар кезінде табылған заттар. Оригинал. Міне мына жерде тұрған заттар біресе қараса қоянға ұқсайды, әйтпесе бір аң бейнесінде бейнеленген бір заттың сынып қалған ұстағышы ғой, тұтқасы. Demak, bu muzeyning zamonaviy tomoni. Bu yerda aynan mana shu markaz tomonidan amalga oshirilgan ishlar ko'rsatiladi. Bilgamish dostonni ko'rib turibman. Asiya asarida juda ko'p Bilgamish haqida ma'lumot бар. Бұл Bilgamish деп аталатын, бұл біздің осы орталығымыздың Олжас Омарұлы Сүлейменовтің бастамасымен шығарып отырған біздің альманах деген журнал, журналымыз. Бұл жерде біздің өткен конференциялар, форумдар болсын, солардың материалдар жинағы, әйтпесе ғылыми мақалалар енгізетін. Біз жылына 2 номерін шығарамыз. Осы алдарыңызда тұрған 1-ші номерінен бастап бірнеше номері осы өздеріңіздің алдарыңызда. Оның ішінде жаңағы Олжас Омарұлының зерттеп жүрген тағы бір тақырыбы бұл археология цифр, яғни сандардың зерттеуі. Ол жаңа Қытай иероглифтерінен бастап сандар қалай жазылды. Мысалы 8-ді Олжас Омарұл 2-ге бөліп тастайды да, широкий плечи, кең иық, қыпша, бұндай узкая талия, бұл ер адам. Ал жаңағы мынаны әйелге бөледі. Сонда 8 деген сөздің мағынасын шығарады. Сонымен қатар жаңағы о жерде бұл дүниетанымдық несінде айтамыз, сандардың қасиеттілігін, 7 санның қасиеті қазақтағы жаңағы 41, неге 41 мысалы. Сондай Олжас Омарұл сол археология, жаңағы археология жерден қазу болса, енді археология цифр, сандардың археологиясы Олжас Омарұл сандардың анау төменнен келе жатқан тарихын зерттейді. Бұлардың хамасыны өзбек тілге тәржіме қылыш керек. Сол жаңағы мына жерде бір санын арнағамыз, сол сандар археологиясы деген, бір санын арнадық. Біздің Жамбыл деген ақынымыз бар, Ұлы Жамбыл Жабаев, 175 арнадық. Әр кезде, мысалы мынау, өздеріңіз де білесіздер, Олжас Омарұл сонымен қатар ақын, халық жазушы, түркітанушы ғана емес, 1989 жылы Невада Семипалатинск деген антиядролық қоғамның президенті болып, өзі арнайы сол полигонды жабуға ат салысқан, полигонды жабуға жаңағы қол жинаған, полигонды жабуға жоғары жаққа хат жазған батыр, басшы жасаған. Qozog'istonni yadrodan xoli hududga aylantirishga juda katta jonbozlik ko'rsatgan Олжас Сүлейменов. Олжас Сүлейменов, сонымен қатар ол документтерді, сіздер құжаттарды осынан көре аласыздар. Мына жаңағы 1 миллион подписей призывать прекратить ядерные испытания. Енді орысша айта берейін, сол кезде бәрі орысша жазылған. Сөйтіп қол жинаған. Әр адамдар қол қойып, мысалы, мына жерде не только бұл Алматыдан, Қазақстаннан емес, США дейді, ана жерде көрдіңіздер ме? Россия, әр
жақтар өздерінің қолдарын мен қарсымын, мен қолдаймын деген жаңа қолдары Umumiy nechta qo'l qo'yilgan endi? бұл жерде 1 миллион подпись, 1 миллион. Oho, 1 million. 1 миллион қол. Shaxsan o'zlari yig'ib chiqqanlarmi O'lja Sulaymon bitta? Жоқ, подпись. Boshqalar Басқа елдер документке қол қояды. Мен қолдаймын сізді. Мен қолдаймын. Қолдағанда осы документтің аты 1 миллион подписей призывать прекратить артельный. Бұл архив құжаты, мұрағат құжаты ретінде. Оригинал тұрыпты жүйеде. Иә, оригиналдары. Мына жаңағы сол кездегі, мына өздеріңіз білесіздер, осы Невада-Семипалатинск осы қозғалыстың эмблемасы, анау индус жаңағы индейец, америкалық индейец, Америка, Невада штатын ғой енді. Мынау біздің жаңа атамыз. Солай эмблема жасаған. Hindullar bilan qozoq oqinlarini umuman yonma-yon turganligi. Енді мына жерде Олжа Самашевтың өзінің жаңағы кеше ғана өздеріңіз болған Азия кітабының алғашқы 75-ші жылы шыққан. 75-ші жылы оригинал, Оригинал. Содан кейін ол кісінің мынау сөз коды деген, код слова, қыш кітап, длинная книга. Сосын Олжа Самашевтың осы жақында былтыр шыққан мынау зеркало, айна деген, кішкене зерттеу еңбегі. Сосын жаңағы ерте түркі тілдері мен жазбаларының шығу тарихы деген. O'lja Sulaymon hozir ham kitob yozyaptimi? Жазып жатыр. Қазір ол кісі не зерттеп жатыр десейші, ол кісі қазір мынау ежелгі Египет құдайлары. Соның ішінде, Мысыр құдайларының ішінде Осириус деген құдай бар. Ол бог растений, өсімдік құдайы. Сонда ол кісі айтады қазір, Осириус деген қазақтың өсір, взращивай. Өсір деген сөзінен шыққан, яғни біздің жаңағы түркілердің сөздері анау Египетте, Мысырда да жатыр деген сияқты. Ол кісінің жақсы қазір соны зерттеп отыр. Енді бұл гипотезия да хозir. Енді ол әркімнің пікірі әртүрлі ғой. Оған қарсы пікірлер айтуы мүмкін, қолдауы мүмкін, бірақ Олжа Самашевтың пікірі солай. Muzeylar tomonidan O'lja Sulaymonni hayoti va faoliyatiga oid suratlar men ko'rib turibman. Juda katta UNESCO olimlari. Міне өздеріңіз келіп тұрған біздің ғимаратымыз. Бұл ғимараттың архитектурасына қарасаңыздар да өте ескі екенін көруге болады. Өйткені Алматы қаласында қолмен санарлық қана осындай архитектуралық типтер қалды. Мынандай колонналы 1936 жылы салынған. Қазір біздің әкімшіліктің қорғауында республикалық маңызы бар архитектуралық жаңағы O'lja Sulaymon bilan тең ekan deb yaxshi bo'lmasa. Соны бізде айтамыз, екеуі жасты екен деп. Қорғалған үкіметтің қорғауында біздің осы бұрын кітап музейі 1978 жылдан 2015 жылға дейін кітап мұражайы болған. 2015 жылдан бастап кітап мұражайын Астанаға көшіріп, біздің столица Астанамызға көшіріп, осы жерде осы мерkezімізді ашты. Осы мәдениеттер жақындастыру орталығы деп. Оны мәдениеттер жақындастыру орталығы ашу туралы идеяны Олжас Омарович сонау ЮНЕСКО-ның Қазақстандағы тұрақты өкілі болып отырған кезде, сол кездегі елбасымызға айтып, олар осы мәдениеттерді жақындастырудың халықаралық 10 жылдығы деп, десятилетие 10 жылдығы деп, сол 10 жылдықтың аясында осы орталықты ашқан. 2015 жылы 29 желтоқсанда үкімет қол қойған. Нұрсұлтан Назарбаев. Сол кезде постановление шыққан, жаңағы қол қойылып. Сол кезден бастап жаңағы осы орталық ашылғаннан бастап әртүрлі іс-шаралар, халықаралық деңгейде конференциялар және жылда өтіп тұратын жыл сайынғы ежегодный үлкен іс-шараларымыз бар. Оның біреусі өздеріңіз көріп тұрған, ол біздің жыл сайынғы Еуразия мәдениеттерін жақындастыру форумы, білім мәдениетін қолдауға арналған халықаралық конференция, ол жыл сайын өтеді дәстүрлі түрде. Сосын бізде халықаралық жазғы мектеп бар, международная летняя школа, ол да жыл сайын өтеді. Ол Еуразия педагогтарын жинайды осы Алматыға. Оны да біз өткіземіз, осы біздің орталық. Endi e'tiborimda mana bu sandiq tortib turibdi, 20-asrga oid deyishyapti. Aynan nima uchun bu muzeydan joy olgan?
бұл бізде өзіңіз білесіз, мәдениет ол материалдық мәдениет, материалдық емес мәдениет бөлінеді. Moddiy va nomoddiy modda. Бұл мысалы сізге материал болса қолмен ұстайтын, енді бұның жасалуы, бұны істелуі ол материалдық емес, қолға ұсталмайды, ол рухани. Сол мынау бізде сандық деп аталғанмен, сандықтың да абдыра, кебеже, сандық бірнеше түрлері бар. Соның ішінде мынау жағлан деген түрі. Бұл жағлан, неге жағлан? Бұл малдың терісімен қапталған. Бұл күміспен күптелген. Жаңағы бұл осы сандықтың бір түрі жағлан деп аталады. Бұл да қазаққа тән, может өзбектерде бар. Өзбектерде бар. Tushunarli. Bizda ham bo'lsa bobolarimiz shunaqa sandiq. O'zlarimizda ham bor. Albatta o'zbek va qozoq madaniyatlari bir-biriga uyg'un, bir-biriga o'xshaydi. Bu xona majlislar zalida shunaqami? Бұл кішігірім өзіміздің мәжіліс залымыз, өздеріңіз көріп отырғандай, міне мәдениеттерді жақындастыру орталығы. Bunda endi bir necha millatlar, hammasi bir o'tov ostida jamlangan. Жалпы енді орталық деген ортаға жиналу, орталық өзіңіз білесіз, мәркәз деген, бәрі жиналатын жер орта дейміз, орталық дейміз. Осы бір бүткіл дүниежүзінің ғалымдары, дүниежүзінің зиялы қауым өкілдерін, қайраткерлерін білімге, ғылымға, мәдениетті зерттеуге бір платформа ретінде осы біздің орталық Олжас Омарұлы Сүлейменовтің басшылығымен қазір жұмыс істеп жатқан. Өздеріңізге жаңа кішігірім экспозициялық залдарды таныстырып өттім. Енді мына жерде де біз ЮНЕСКО-ның қамқорлығында, Падегиде ЮНЕСКО, өздеріңіз көріп тұрғандай ЮНЕСКО-ның байрағы, мынау біздің байрақ және Қазақстанның өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл біздің бір кішігірім мәжіліс залымыз. Tushunarli. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, aynan mana shu Olmaotaga yo'lingiz tushganda UNESCO qoshidagi madaniyatlarni birlashtiruv markaziga keling. Bu yerda mana Saltanat opa sizga mana shu muzeyni ko'rishga yordam beradi. Saltanat opa, sizga katta rahmat, salomat bo'ling. Bundan keyingi ishlaringizga omad. Oljas og'aga yana bir bor salomimizni yetkazib qo'ying. Сіздерге де көп рахмет. Жолдарыңыз түскенде біздің орталыққа келіп тұрыңыздар. Біздер болашақта да сіздермен ынтымақтаса жұмыс істеуге, жобалар жасауға әрдайым есігіміз ашық. Олжас Омаровичқа сіздердің сәлемдеріңізді дұғай жеткізуге уәде беремін. Тағы да бір рет. Рахмет, келіп тұрыңыздар. Келгендеріңізге көп рахмет.